Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз иммунитетті көтеруге арналған имбирь сусын жасаймыз. Ол үшін бізге 1 литр суық су, мынадай 40 грамм имбирь, корень имбиря дейді, дүкенде сатылады. Және лайм қажет, немесе сіз лимон алсаңыздар болады. Лайм немесе лимон, куркума және кез келген бал. Енді мен имбирімді теркадан өткіземін. Жуып алдым әбден дұрыстап, бірақ сыртындағы қабығын ашымаймыз имбирдің. Осылай біз теркадан оны өткіземіз. Бір мынандай кішкентай лаймды кесеміз. Бірінші оның соғын шығарып алуымыз керек. Менеке мынадай шырынын алдық лаймның. Енді біз қалған лаймның сырты қалды ғой, соны кесеміз. Бұны да қазір біз сусын дайындағанда қолданатын боламыз. Бір литр салқын суға теркадан өткізген имбирді қосам. Лаймды қосам. Яғни оның солғын емес, шырынын емес, мен қабығын қосып жатырмын. Және шай қасықтың ұшымен, яғни 3-тен 1-ін шай қасықтың мынадай куркума қостым. Барлығын араластырамын енді. Және отқа қоямын. Сусынды отқа қайнаттым. 3 минуттай қайнаттым. Басында бір қайнап біткеннен кейін астым басып қойып қайнатамыз. 3 минуттай уақыт. Енді біз бұл сусынды сүзіп алуымыз керек. Сүзіп аламыз біз сусынды. Сосын қалдықтарын, лимон қалдықтарын, имбирдің қалдықтарын біз лақтырып тастаймыз. Себебі олар өз қызметін аяқтады. Яғни олардан қажетті барлық дәрумендерді сусынға игерілді барлық дәрумендер. Мен сусынды сүзіп болдым. Енді оның әбден суығанын күтуім керек. Менің сусыным суыды әбден. Яғни оған мен манағы лаймның шырынын қосамын. Және 1 шай қасық бал қосамын. Естеріңізде болсын, барлығын суыған сусынға қосасыздар. Бұндай шырын иммунитет көтеруге арналған. Яғни бұл шырынды біз суытып та ішуге болады, немесе жылылай ішуге болады. Тоңазытқышта 1 аптадан артық ұстауға болмайды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.